Қайырлы күн, қыздар. Бүгінгі видеомыз закваскаңыз қышқыл болып қалған жағдайда оның қышқылдығын қалай алып тастау керектігі жөнінде болады. Ең бірінші, жаңағы қышқыл болып қалған закваскаңыздан 5 грамм аласыз, осындай ыдысқа саласыз. Осындай менікіндей іші көрініп тұратын ыдыс болса жақсы. Өйткені закваска қазір көтеріледі, сол кезде заквасканы сыртынан көруге болады. Оның үстіне 60 грамм су құясыз. Менің қолданған суым кәдімгі үйде ағып тұрған су. Содан алып қолдандым. Егер таразыларыңыз болмаса, ештеңе қылмайды. Бір шай қасық закваска саласыз. Ондай жағдайда, таразы болмаған жағдайда. Егер таразыңыз болмаса, бәрін мөлшермен шамалап жасай беруге болады. Су мен заквасканы жақсылап араластырамыз. 60 грамм ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ыдыстың бетін жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Закваскамыз көтерілгенше. Менің закваскам шамамен 10 сағаттай уақытта көтерілді. Мен түнде жатар кезде жасап жаттым. Таңертең тұрып қарасам, закваскам дайын болып тұр екен. Міне мынандай болып, менікіндей болып, закваскаларыңыз көтерілу керек, өзінен 2 есе көбейіп, және осындай шариктер пайда болады арасында. Енді осы дайын болған заквасканы көбейтіп алу керекпіз. Көбейтіп алу үшін заквасканы қоректендіреміз, ол үшін ұн саламыз. Және су құямыз. Бұл жерде ұн мен суды өлшеудің қажеті жоқ. Өйткені сізге закваска қаншалықты көп қажет, соншалықты көп қоса бересіз ұн мен суды. Бірақ ұзағырақ уақыт тұрады. Ұныңыз, суыңыз көп салсаңыз, қоректендіріп болғаннан кейін тағы да 5-6 сағатқа қойып қоясыз. Закваскаңыз өзінен 2 есе қатты көтерілу керек, және шариктер пайда болу керек. Мына менің видеомда көрсетілгендей. Міне достар, біздің закваскамыз дайын. Егерде закваскаңыз қышқыл болып қалған жағдайда, дәл осы тәсілді қолдансаңыз, закваскаңыз қышқыл болмайды, наныңыз дәмді әдемі болып шығатын болады. Егер видео ұнаған болса, сізге пайдасы тиген болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.